Просто менде уақыт жоқ. Тестарға келетін адамдар бар ма? Шымкент қаласында автосервистегі ағамыз видео түсіріпті, елім үйдісік, просмотр көп болыпты. Осы тасқын драйв аппараты туралы не айтасың? Оның пайдасы бар ма? Салсақ болады ма екен? Сендерге сол салған машиналар келді ма деп менен сұрап жатады. Мен осындай 15 жылдық осы автомобиль саласында, ремонт саласында жүрмін. В чем прикол дедім, мынау дедім. Бұл жаңағы аппаратты сатып жатсыңдар, плюс жалғап атсыңдар, минус жалғап атсыңдар. Бұл жерде көк лампочкасы жанғаннан басқа қандай бұл? Тасқын драйв автокөлігіңізге салсаңыз, сізге ешқандай да көмек бермейді. Бұл жерде біздің лампочкамыз аппараттың істеп тұрған немесе істемей тұрғанын көрсететін болады. Ал бізде мына жерде макетіміз, машинаның макеті. Осы макетте қазір көреміз, тасқын драйв аппараты қалай әсер ететінін. Бірінші бізде лампочкамыз бар, қосамыз. Соның кейін вентиляторымыз бар, бензонасосымыз бар. Бәрін қосқан кезде мына жерде көрсетеді. Ашыда көріп, нақты тоқтың нәтижесін. Мына жерде уже тоқ түсіп жатыр. Ал қазір тасқын драйв аппаратын қосамыз. Қосқаннан кейін қазір нәтижесін көресіздер. Адаптациядан кейін. Осылай тоқ бір қалыпты береді. Вентилятор бәрі ровно жұмыс жасайтын болады. Сіздің автоэлектрик саласында 15 жылдан астам тәжірибеңіз бар екен. Өзіңізді білесіз, генератордан шыққан тоқ бірде жоғары, бірде төмен болады. Сол кезде төмен болған кезде свечаның искрасы ашығады, бензин толық жанбайды. Төмен тоқ беріп тұрған кезде катушкаңыз қызады, артынан істен шығатын болады. Тасқын драйв аппараты бұл жерде стабилизатордың рөлін атқарады. Тоғыңыз бір қалыпты жоғары деңгейде беріп отырады. Свечаңыздың искрасы үлкен шығады, бензиніңіз толық жанып шығады. Қазақта сөз бар, бірінші пышақты өзіңе сал, ауырмаса елге сал дейді. Сіз бізге Алматыға келіңіз, машинаңызға тасқын драйв аппаратын салып, бірге тест жасайтын боламыз.